Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? 4-ші дәрісіміздің тақырыбы музыкалық тәрбиенің әдістері мен құралдары. Жалпы музыка дегеніміз не? Музыка ол адамзаттың рухани мәдениетінің ажырамас бөлігі, ең ықпалды өнер түрлерінің бірі. Ол адам сезімін, қиялын, ойлау қабілетін, мінез құлқын тәрбиелейді. Сондықтан да музыкалық тәрбие жалпы эстетикалық тәрбиенің маңызды саласы. Музыкалық тәрбиенің басты мақсаты тұлғаның рухани әлемін байыту, музыкаға деген сүйіспеншілігі мен қызығушылығын қалыптастыру. Сонымен бірге балаларды ұлттық және әлемдік музыка құндылықтарына баулу болып табылады. Ал бұл мақсатқа жету үшін әртүрлі әдістер мен құралдар қолданылады. Музыкалық тәрбиенің мақсаты мен міндеттеріне тоқталған болатынбыз өткенде, қайталап өтейік. Мақсаты бұл музыка арқылы жеке тұлғаның жан-жақты дамуына ықпал ету, баланың музыкалық қабілеттерін жетілдіру, эстетикалық талғамын қалыптастыру, сонымен бірге музыка өнерін сүюге және құрметтеуге баулу болып табылады. Ал міндеттеріне келетін болсақ, бірінші міндеті музыканы қабылдау мәдениетін тәрбиелеу. Екінші, ән айту, би қимылдары, аспапта ойнау арқылы музыкалық қабілетті дамыту, музыкаға эмоционалды жауап бере білу дағдысын қалыптастыру. Сонымен бірге ұлттық музыка мен әлемдік өнерді таныту арқылы патриоттық сезімді тәрбиелеу болып табылады. Сонымен бірге біз өткенде айтқан болатынбыз, өткен сабақта шығармашылық ойлау мен қиялды дамытуда жатады. Ендеше музыкалық тәрбиенің әдістері мен құралдарына келейік. Музыкалық тәрбие әдістері дегеніміз музыкалық білім мен дағдыны қалыптастыруға, баланың эмоционалды шығармашылық дамуына бағытталған жұмыс тәсілдері болып табылады. Олар педагогикалық тұрғыдан екі топқа бөлінеді. Жалпы педагогикалық әдістер мысалы түсіндіру және әңгімелеу әдісі жатады. Бұл жерде мұғалім музыканың мазмұнын, композитордың өмірі мен шығармашылығын баяндап береді. Әңгімелеу арқылы музыка тыңдарманға жақындатылатын болады. Ал көрнекілік әдісі бұл музыкалық аспаптар, суреттер, ноталық жазулар, бейнематериалдар қолданылады. Көрнекі құрал арқылы музыка туралы білім нақты және әсерлі болады. Сонымен бірге тәжірибелік әдіс, балалар музыкамен тікелей айналысады. Жерде ән айтады, аспапта ойнайды, би билейді, ырғақтық қимылдар орындайды. Жаттығу әдісі, мұнда жаттығу дауыстарын орындайды, ырғақ соғу сияқты қайталанатын жаттығулар арқылы дағды қалыптасады. Сонымен бірге тәрбиелік әсер ету әдісі. Бұл жерде оқушылардың жаңағы тыңдау барысында музыкалық жалпы әсер алады. Сонымен бірге арнайы музыкалық әдістер болады. Мұнда музыканы тыңдау әдісі баланың музыкаға деген эмоционалды қатынасын қалыптастырады. Сонымен бірге тыңдаған шығарманың мазмұнын, көңіл күйін, бейнелік сипатын ашуға көмектеседі. Ал ән айту әдісі ол музыкалық тәрбиенің негізгі түрі болып табылады. Мұнда дауыс жаттықтыру, ансамбльде айту, репертуарды меңгеру арқылы музыкалық қабілеттер дамиды. Музыкалық ырғақтық қимыл әдісі, мұнда би, қимыл, қозғалыс, ойын арқылы музыкаға үйлесімді қозғалу қабілеті дамиды. Бұл әдіс балалардың дене мәдениетінде жетілдіреді. Сонымен бірге музыкалық аспаптарда ойнау әдісі, балаларға арналған қарапайым аспаптар, мысалы үшбұрыш, барабан, металлофон, ксилофон, домбыра сияқты аспаптар пайдаланылады. Аспапта ойнау жалпы моторика мен есту қабілетін дамытады. Сонымен бірге шығармашылық әдіс, мұнда әуенді ойлап табу, шағын импровизация жасау, ырғақ құрастыру деген сияқты. Бұл балалардың қиялын, музыкалық ойлауын дамытып, өнерге деген ынтасын арттырады. Жалпы музыкалық тәрбиенің құралдары бұл музыкалық тәрбие процесінде қолданылатын негізгі материалдар мен тәсілдер болып табылады. Олардың мысалы негізгі құралдары музыкалық шығармалар, яғни халық әндері мен күйлері, ұлттық саз аспаптарындағы туындылар, классикалық және заманауи музыка.
Сонымен жаңағы ән айту бұл халықтық, балаларға арналған классикалық немесе заманауи әндер бұл жерде басты құрал ретінде қолданылады. Сонымен бірге жаңа айтып кеткенде музыкалық аспаптар да бұл негізгі құралдарға жатады. Мысалы, музыкалық аспаптар ұрмалы, соқпалы, үрмелі аспаптар дейміз. Сонымен жаңағы музыкалық ырғақтық қимылдардың жаңағы көрнекі құралдары болады. Мысалы, жалпы көрнекілік құралдарға мұнда музыкалық жазу, сурет, бейне материалдар жатады. Сонымен бірге заманауи технологиялар, интерактивті тақта, аудио, видео жазбалар, цифрлық бағдарламалар, мультимедиалық ойындар деген сияқты. Қорытындылай келе, жалпы музыкалық тәрбие әдістері мен құралдары балалардың музыкалық мәдениетін, шығармашылық қабілеттерін дамытудың басты құралы болып табылады. Музыкамен шұғылдану арқылы бала тек ән айтып, әуенді тыңдап қана қоймай, ұлттық құндылықтарға құрметпен қарауды, әсемдікті бағалауды үйренеді. Ән айту, аспапта ойнау, қимыл қозғалыспен музыка тыңдау балалардың эстетикалық дамуына әсер ететін негізгі әрекеттер. Ал қолданылатын құралдар тәрбиенің нәтижелігін арттырып, музыка өнерін сүйетін рухани бай мәдениетті тұлға қалыптастыруға жағдай жасайды. Тыңдағандарыңызға рахмет.